Құрметті қалайық, халықарадан шұғыл ақпарат. Солтүстік Корея Оңтүстік Кореяға 200 снаряд ұшырды. Оңтүстік Корея билігі оқшаулану жариялады. Казинформ бұл туралы BBC-ге сілтеме жасап хабарлайды. Солтүстік Корея Оңтүстік Кореямен шекараға жақын маңға 200-ден астам артиллериялық снаряд ұшырды. Оңтүстік Кореялық екі арал тұрғындарына оқшаулану туралы бұйрық берілді деп хабарлады Сеул. Оңтүстік Корея мұндай әрекет бейбітшілікке қауіп төндіретінін ескертіп, жауап қайтаруымыз мүмкін деп қорқытты. Бүгін сағат 9-дан 11-ге дейін Солтүстік Корея әскері Пенонды аралының солтүстік бөлігіндегі Чансан-гот ауданы мен Енчи-хендо аралының солтүстік бөлігіндегі аудандарға 200-ден астам оқ жаудырды деп мәлім етті хабарда Оңтүстік Корея қорғаныс министрлігінің өкілі. Бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, снарядтар екі ел арасындағы шекара саналатын солтүстік шектесу сызық ауданындағы Сары теңізге түскен. Бұл Корея түбегіндегі бейбітшілікке қауіп төндіретін арандату амалы. Солтүстік Корея шиеленіске толықтай жауапты. Біз бұл әрекеттерді дереу тоқтатуға шақырамыз деп толықтырды Корея қорғаныс министрлігі. 2010 жылғы қарашада Пхеньян Енчи-хендо аралына 170 артиллериялық снаряд ұшырып, 4 адам, оның ішінде 2 бейбіт тұрғын қаза тапқан болатын. Бұл Корей соғысынан бергі уақытта Солтүстік Кореяның бейбіт аудандарға жасаған алғашқы шабуылы болды. Автор Жанат Қапалбаева. Ардақты әлеумет, ел аман, жұрт тыныш болсын. Құрметпен YouTube арна керек дерек. Мен Қанатбек Ермек.